Әтеш пен тоты. Ерте-ертеде ешкі құйрығы келтеді. Аң мен құстардың ішіндегі ең әдемісі, сымбаттысы әтеш болыпты. Сондықтан ол өте тәкаппар екен. Жүріп тұрса да маңғазданып, сылаңдай басады екен. Тоқыраятта жүреді, бірде-бір аң мен не құспен сөйлеспейді. Жалғыз серігі тоты құс болыпты. Тотыбай құстың үстінде жібі түзу жөнді киімі жоқ екен. Бір күні тоты құс әлгі кербез әтешке келіп: «Досым, мен бүгін қонаққа бармақ едім. Жөнді киімім де жоқ. Мына түрімнен қалай барамын? Мені сенің досың деп білетін ел мазақтайды ғой. Маған үстіңдегі әдемі киіміңді бере тұршы» деп қиыла жалыныпты. Әтеш досының сөзіне сеніп, үстіндегі әдемі киімдерінің бәрін шешіп беріпті. Сөйтіп тоты құс жасанып тұрып киініп алады, қай мезгілде келетінін айтады. «Егер мен кешіксем, дауыстап шақыр, келмей жатсам тағы да шақыр, дауысыңды естейін» дейді. Сөйтіп тоты құс әсем киініп тойға кетеді, бірақ ол қайтып оралмайды. Әтеш оны естісін деп үсті-үстіне шақырады, ешқандай хабар болмайды. Содан күні бүгінге дейін әтеш тоты құспен әдемі киімін іздеп, таң қылаң бергеннен күн батқанға дейін айғайлап шақыра береді екен.